Қайылқын Берікқожа, қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Мен сізге Тұзақ фильмінен сізден сұхбат алайын деп едім. Бастайық. Сіз жетім қыздың рөлін сомдаған кезде сізге қиындыққа соқты ма, және сіз ол фильмнен қандай әсер алдыңыз? Мен қатты қиынға соқты деп айта алмаймын, себебі менің сол кездегі басты мақсатым сол рөлге қатты кіру болды, яғни адамдарды, көрермендерді сендіре білу керек. Менің басты мақсатым сол болды. Жақсы, тағы да екінші сұрағым бар. Сіз осы фильмді ойнай отыра, сіз қандай әсерлер алып, және де не түйдіңіз өзіңізге? Мен осы кинодан көптеген нәрсе түйдім деп айта аламын. Себебі қазіргі кезде бұл біз киноның мақсаты қазіргі кездегі қоғамдағы мәселені көтердік деп айта аламын. Мысалы, қазіргі кезде көптеген мәселе болып келеді. Осы біздің киномыздың мысалға айтатын болсақ, қазіргі кезде көптеген балалар, жетім балдар қараусыз қалып жатыр. Және де оны өзіне алғаннан бері дұрыс қарамайды. Яғни жетімдерді басқа жағынан жұмсап жатыр. Яғни басқа олар өзінің балалық шағында өмір сүре алмайды, яғни өзінің бақытты сәттерінен бөлек өздерінің адамын өздері тауып жеп жатыр. Тамаша, керемет. Және де сізге қоятын соңғы сұрағым, сіз өзіңізді осы кино саласында ары қарай дамытқыңыз келе ме? Мен өзімді дамытқым келеді. Маған көбінесе осындай метражы фильмдерге түскен өзіме ұнайды. Себебі осы көріп жатқан телевизордың ар жағында көріп жатқан адамдарға мен бір керемет әсер